Сәлем достар, анама видеома қош келдіңіздер. Сіздермен болған Тока Айкос және де бүгін менде коллаб болады Нази Токамен. Міне каналы. Бұған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ода бірінші бөлімі шыққан болатын, ал менде екінші бөлімі бүгін шығады. Және де сіздер маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Нази екеумізді қолдап кетіңіздер. Ал онша мен сериалымды бастаймын. Кеттік. Қыздарым, қайдасыңдар? Шығыңдар қыздарым, толды қойыңдар. Бір жаққа барып келейік қыздар. Қайдасыңдар? Той, қыздар қайда кетіп қалған? Бойбай, неғып жылап жатырсың? Не болып қалды жаным сол? Кім дейсті саған? Анау, кім ғой? Маржан ғой. Менсіз кетіп қалған. Ой, сол қызда бір. Жарайды, ештеме етпейді, қызым. Ол қазір келеді ғой. Сол кезде жан шығарамыз. Екеуміз барып, шоппинг келейік, бірдеме барып, киім алып келіп, анау мына істейік. Ол құрбыларына кетіп қалды ғой. Сені алып кетпепті ғой, мен оған алып кет деп айттым ғой. Той, бір осы қызда бар ғой. Нервқа тиіп. Жүр өзіміз, екеуміз, қыз бен мама болып барып келейік өзіміз. Я анашым, қарсы емеспін. Көңіл-күйімді көтеріп жүрдіңіз ғой. Я жаным, сол ой мұңайып отырмашы, мен жүрегім ауырады жаным. Олай істемеңдерші. Жарайды анашым, кешіріңіз. Олай істемеймін. Онда тезірек барып келейікші. Аха, қызым, жүре ғой. Кеш батты. Так, сүйге кірейін. Стоп, анашым мен Әнжу қайға кетіп қалған. Әнжу, анашым, қайдасыздар? Той, тағы да менсіз бір жерге кетіп қапты ғой. Әйтеуір қыдырмаса бар ғой, сол кісілерді айтамын да. Нервқа тиіп. Не бар өз жейтін? Итте әкелген жоқпысын, олар немене қойған? Осы Әнжу бар ғой, қиял бар ғой. Осылардың бәрін алып тастау керек қой, лучше жолда алып мынаны қарашы тура. Той, нервқа тиіп. Осыларда бір бетіме оқып жасап жатайын құрсын. Келетін шығар әйтеуір. Анашым, уже Маржан келіп қалған шығар, сосын екеумізді уайымдаған шығар. Жоқ қызым, ұйықтап қалған шығар, ол келіп жүр, екеуміз кіріп заттарды орналастырып, өзімізді ұйықтайық. Я анашым, сөйтейікші, әйтпесе мен шаршап кеттім. Я. Так, жатайын. Ой, бұл ұйықтап қалыпты ғой, шаршаған шығар. Ұйықтасын. Так, менің пижамам жоқ, сондықтан осылай жата берейін. Так, қыздарыма тамақ жасамасам, қарындары ашып қалады ғой. Не жасасам болады бүгінге? Әдетте мәссаған дайын тамақ бар екен ғой. Бұны өзіме ала салайын, қыздарыма бір пайдалы тамақ жасап берейін, бірақ Маржан оны ұнатпайды ғой, по-любому. Так, тапсырыс бере салайын ба? Жоқ, оған ақша жоқ, өзім жасап қойайын. Қызым, мен жұмысқа кеттім. Әпкең тұрғаннан кейін мына тамағын жеп алсын, жарай ма? Сен өзің тамағын жеп, енді тыныш отырыңдар, есікті құлттап. Біреу келсе ашпаңдар, ешкімге жарай ма? Жарайды анашым, біз өстік қой, ешкімге ашпаймыз. Бара берсеңіз болады, я тұрғызам қазір. Так, бірінші өзім тамақ шайымды ішіп алайын, потом барып Маржанды оятамын. Анашым өте дәмді қылып жасайды ғой осы. Шайды дәмді, бәр күшті ғой. Дәмді болыпты. Так, барып оятып келейін. Потом дейтін ішіп алады, потом білмеймін істейтін. Маржан, тұр, тамақ ішеміз, тамақ ішіп ал. Туф, қойшы, өзім білем. Надоелсіңдер, кәпседі таңертең оятасыңдар. Таңертең оятпаңдар деп осы қанша айтам мен сендерге. Маржан, тамағын ішіп ал, әйтпесе суып қалады қазір. Ыстық кезінде жесең жақсы болады. Той, кетші бар, өзім білем ғой, қашан жесем де. Қойындаршы, мен мазаламаңдаршы осы. Кеше жай келмей такты, сендер жоқ болыңдар ғой үйде. Өзім білші. Ой, қызым, не істеп жатырсың? Жай отырмын анашым. Не, Маржан тұрмай қойды. Өлә, тапа-тал түс болды ғой, неғып ұйықтап отыр ол? Сол білмеймін ғой, ұйықтап жатыр, ұйқын беріп. Ужас, қазір балалар түсінбейсін осы бар ғой. Оятайын мен оны барып. Тамағында ішкен жоқ па сонда? Я анашым, тамағында ішкен жоқ, әйтеуір ояттым, мазаламаңдаршы деп айтты өзі. Ой, ол қызда бір сол түске дейін ұйықтап, кеше өзі ерте келмей. Маржан, тұра ғой жаным, сол неғып ұйықтап жатырсың?
түс болды ғой. Ой, тұрдым, бәріңіз де бір қайта оятып. Менде нелеріңіз кетіп еді? Тамағың суып қалды, таңертеңнен бері тұр, ал қазір түс болды. Мен кеткеннен бері вообще жемепсің ғой. Давай барып жей ғой, қарның аш қалады, қызым. Кеше мен жай келдім, сіздер жоқ болдыңыздар ғой. Как всегда осы мен бір жаққа қыдырып кетсем, өздеріңіз бөлек кетіп қаласыздар бар ғой, нервым ұстайды соған бар ғой. Қызым, енді біз отырамыз ба үйде просто? Я, отырыңыздар мені күтіп. Тағы мынау ма, блин, тауықтың аяғы. Бұл мен одан да жақсырақ KFC ол деген ма, дәмді ғой. Мына болса кринж ғой вообще. Құсқым келеді, даже оқысайым. Мен аны ішпеймін, мен болмайды, мен өзім бір бәле жейіп алам холодильниктен. Өзім жасап алам, әйтпесе. Мынау не вообще? Так, мен барып, құрбыларыма барып келейін, потом дейтін анау істеп жүрем, короче. Анашымны сұранып алайын ең бірінші. Ой, анашым ұйықта қалыпты, жарайды, жұмыстан шаршаған шығар. Такта үйде отыра берейін, телефон қарап. Сен қайда кетіп бара жатырсың? Шаруаң болмасын, өзім білем қайға кететінімді. Анашымнан сұранып бірақ кетпейсің ба? Ой, анашым ұйықтап жатыр ғой. Төш ақырын сөйле, оятасың қазір. Ой, кетші бар. Әйтеуір қаңғыратты жүреді, анашымнан сұранып кетпейді. Потом анашым маған ұрса не істеймін мен? Осы әпкем үшін әйтеуір шыдармын енді. Ал достар, мен сериалым аяқталды. Үшінші бөлімін Настокадан көре аласыздар. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, және де Надиге де. Всем пока-пока, I love you. Активті көтеріп жіберейік қазіргі таңда. Алты спортқа көп рахмет достар.